Онлайн мектепте күнтізбелік тақырыптық жоспарды салу мүмкіндігі бар. Ол үшін сол жақ мәзірдегі мектепті басқару бөлімдегі КТЖ бөлімшесін таңдау қажет. Керек сыныбыңызды таңдап, көру батырмасын басыңыз. Осы тізімге өзіңіздің жаңа пәніңізді қосу мүмкіндігі бар. Пәнді қосу батырмасын басып, пәнді таңдаңыз. Пәнді таңдағаннан кейін оқытушыны таңдаңыз. Сақтау батырмасын басқадан кейін сіз өз пәніңізді қоса аласыз. Енді осы жаңа құрылған пәнге өз тақырыбымызды бекітіп көрейік. Тақырыпты қосу батырмасы арқылы сабақтың түрін таңдаңыз. білімнің сабақтары, бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалау немесе менің сабағым. Сабақтың тақырыбын енгізіңіз. Сақтау батырмасын басып, біз жаңа сабақ құру конструкторына келдік. Өзіңізге керек мәтінді қойып, қажет болса қосымша файлдарды қосып, жіберу батырмасын басыңыз. Енді құрастырған сабағымызды сабақ кестесіне қосайық. Міне осылай өзіміздің құрастырған сабағымызды сабақ кестесіне қостық.